Бүгін мен үшін және менің арнам үшін өте ерекше күн, себебі бүгінгі шығарылым толықтай қазақ тілінде өтетін болады. Егер сіз таңғалып отырсаңыз, сізге жаңалық. Мен мектепте 11 жыл, университетте 5 жыл толықтай қазақ тілінде білім алдым және өз тілімде еркін сөйлей аламын. Бұл шығарылымның қазақ тілінде жасалуына бірнеше себеп бар. Біріншіден, интернет желілерінде әйгілі ағылшын режиссері Саша Барон Коэннің Қазақстанға тікелей қатысы бар Борат бейнефильмінің екінші бөлімі түсірілді деген жаңалық пайда болды. Сондықтан, екінші бөлім шықпай тұрып, мен сіздермен бірге бірінші бөлімнің не туралы екендігін қарастырғанды жөн көрдім. Екіншіден, қазіргі таңда Борат есімді кейіпкердің қазақ азаматтарын әлі күнге дейін қатты ашуға батыратынын байқадым. Бірінші бөлім сонау 2006 жылы пайда болды. Алайда, Бораттың отандастарымызда қазір де үлкен ыза тудыратынын байқау қиын емес. Кейбір адамдар тіпті Коэн мырзаға өлім де тілеп, басын кесу туралы өте жауыз комментарийлер жазып жатыр. Осы екі жағдайды себеп қылып, мен бүгінгі шығарылым толықтай қазақ тілінде өтеді деп шешім қабылдадым. Дайындалыңыздар. Қазір көпшілік үшін өте намыссыз сөздер айтатын болам. Борат күлкілі де, тапқыр да, ал ең бастысы қазақты ешбір мазақ қылмайтын керемет бейнефильм. Мені намыссыз десеңіз де, абыройсыз десеңіз де, ұлтқа жаны ашмайтын топас десеңіз де, менің ойым осы және осы ойдың неге пайда болғандығын сіздерге қазір түсіндіріп көрем. Жалпы Бораттың аты қазақ болғанымен фильмдегі деректерге қарасақ, оның нағыз қазақтармен ешқандай ортақ белгілері жоқ екенін байқаймыз. Мысалы, Борат қазақ тілінде сөйлемейді. Саша Барон Коэннің қолданған тілі көне иврит тілі болып табылады. Американдықтар Бораттан мұсылмансың ба деп дінін сұраған кезде, Борат қазақтар қыранға табынады деп жауап береді. Он мусульманин идет, бомба к его пузу привязана. Да. А ты, наверное, не мусульманин, и твоя религия совсем другая. Я казах, я молюсь соколу. Но похож на одного из гадов. Сонымен қатар, Борат еврейлерді жек көргені бөлек, оларды нағыз зұлымға теңейді. Ал әйел адамға қатысты айтатын болсақ, Борат бар дүниеде қазақтар әйелдерін құлдай ұстап, олардың бұл өмірдегі мәнін жоққа шығарады. А женщина должен быть образованной? Безусловно. А ничего, что у женщины мозга намного меньше, чем у мужской? Это неправда. Но ученый при правительстве доктор Ямак доказал. Нет. Он как у белки. Это при вашем правительстве. Да, доктор Он Ямак. не прав. Енді өзіңізден сұрап көріңіз, сіздің айналаңызда иврит тілінде сөйлейтін, қыранға табынатын, еврейлерді жек көретін қазақ бар ма? Менің айналамда жоқ. Осы қасиеттер бойында кездесетін мен бірде-бір қазақты білмеймін. Сондықтан да Бораттың нағыз қазақпен ұқсастығын күн мен айдың ұқсастығымен бірдей деп толықтай айтуға болады. Алайда ойланып қарайтын болсақ, бойында осы қасиеттердің барлығы кездесетін бір ұлт бар. Ол среднестатистический американец. Кешіріңіздер, мен среднестатистический деген сөздің қазақшасын білмейді екем. Ал енді менің келесі айтатын сөздерімді мұқият тыңдап түсініп көріңіз. Борат сатира және пост-ирония жанрында жасалған бейнефильм болып табылады. Егер фильмнің атауының толық нұсқасын қарайтын болсақ, осындай жазбаны байқаймыз. Борат – изучение американской культуры на благо славного народа Казахстана. Осы жазба арқылы және де фильмнің ішіндегі кейіпкерлерді көре отырып, бұл фильмнің сол американдық мәдениетке қатысты сатира екендігін байқау қиын емес. Мысалы, ирандықтар және жалпы мұсылмандарды террористерге теңейтін азамат, Боратты үлкен қонақжайлықпен күткен еврейлер, гейлер қауымы, феминизмді қолдайтын азаматшалар, бұлардың барлығын фильмде көруіміздің себебі сол Америкада болып жатқан мәдениетке сатира жасау болып табылады. Осы орайда мен Саша Барон Коэннің өте тапқыр және ақылды режиссер екендігін атап айтқым келеді. Себебі аталмыш кейіпкерлер шын өмірде ешқандай да кейіпкерлер емес. Олар нағыз қарапайым азаматтар. Мысалы, әйелдерді құлға теңеген, жалпы құлдықтың жақсы екендігін айтқан американдық 3 студент Бораттың кейіпкер екендігін және бейнефильмнің түсіріліп жатқандығын білмеген. Сондықтан, фильм танымал болып жарық көргеннен кейін аталмыш студенттер Бораттың авторларына сотқа шағымданған. Сонда Борат деген жалпы кім деген сұрақ туындайды. Басында мен оны кішкентай сәбиге теңеп жүрдім. Себебі фильмде кездестірген әрбір американдықтың мәдениеті мен өмірге деген көзқарасын Борат жас сәби секілді өзінің бойына сіңіріп жүрді.
Мысалы, Борат мына азаматты кездестіргеннен кейін ирандықтарды террористер дейді. Пусть эта шай убьет каждый грязный террорист! Қара нәсілді жастарды кездестіргеннен кейін дәл солар сияқты сөйлей бастайды. Чё типа как, Белоснежка? Мы тут с Зёмой и Азаматом корыто снаружи припарковали. Подойдите. Нет, 2 людей, 0 бледей. Сэр, уходите. Алайда уақыт өте келе мен мынандай ойға келдім. Борат сол американдық мәдениеттің бір айнасы. Өздеріңіз ойланып көріңіздер. Феминизм мен әйел құқықтарын толықтай мойындамау, еврейлерді жек көру, нәсілге бөліну, осының барлығы көптеген американдықтардың бойында бар қасиет. Мұны мойындамау қиын. Мен жалпы американдықтардың мәдениеті жаман деп айтып жатқаным жоқ. Алайда осы қасиеттердің бар екендігін мойындамау қателікке жатады. Сондықтан қорытынды шешім осындай. Бораттың жалпы қазақ азаматымен ешқандай ұқсастығы жоқ. Сондықтан да Саша Барон Коэнге ренжудің мәні аз. Алайда бұндай қорытынды рас па? Өзіңіз қалай ойлайсыз? Соңғы кездері интернет желілерінде жаңалық оқу кезінде көзіңе жас алмай оқу бір мүмкін емес шаруа сияқты. Біздің азаматтарды бір өшпес зұлым жаулап алып жатқандай. Бір сәтке ойланып көрейікші. Сол Бораттың бойында бар қасиеттер бізде бар ма? Борат еврейлерді жек көреді, ал біз ше? Біздің бойымызда ұлтшылдық бар ма? Мысалы, Қордайда болған жағдайда басқа ұлттарға деген мейірімділікті біз өзіміздің бойымызда көрсете білдік пе? Ал қазақ әйелдері ше? Біздің қоғамымызда олардың орны қандай? Біз сол Борат сияқты қазақ қыздарын ұрлап, оларға зорлық көрсетпейміз бе? Біз сол Борат секілді әйелдерімізді қолға теңемейміз бе? Мұның бәрін мен ойдан алып тұрған жоқпын, дұрыс түсініңіздер. Қазақ қоғамында әйел адам тіпті өзін өзі қолға теңейді. Зандай шақырылатын ке. Күйеуінің таяғын жемеген қатын емес. Мұндай қатын қалай ұрмайсың сосын? Осы жағдайларды ескере отырып, мен өз-өзіме сұрақ қоям. Шынында да, Борат деген кім? Борат мәдениеті жоқ, білімі жоқ, адами қасиеттері төмен дамыған жануарға тең. Ал мен Боратпын ба? Ақтауда кішкентай ит балықты ұрып қашырған кезде мен Боратпын ба? Күшікті өртегенде, сабағанда, тұншықтырған кезде мен Боратпын ба? Өзін өзі қорғай алмайтын жас сәбиге немесе әйел азаматқа зорлық көрсеткен кезде мен Боратпын ба? Білімге ұмтылысым болмаса, мәдениетімді дамытпасам, мен Боратпын ба? Қазақ болу үшін әке шешеңнің қазақ болып туылғаны ғана керек. Борат болмау үшін білім мен ғылымға, жақсылыққа және мәдениетке ұмтылу керек. Қазақ болу қиын емес ағайын, Борат болмау қиын. Сондықтан да, егер сені Борат бейнефильмінің 2-ші бөлімі қатты ызаландырса, ойланып көрші, сол Бораттың өзі сен емес пе? Келесі кездескенше.